Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 4-ші сынып 39-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші тапсырма бізге берілген тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласын қалай құрастыруға және пайдалануға болатынын білемін. Берілгені тік бұрышта параллелепипед өлшемдерінің әріптік белгіленуін жаз. Көлемді табуға арналған формуланы жаз, фигураның көлемін есепте. Яғни бұл жерде 12 деп отқанымыз, яғни ол ұзындығы А 12 сантиметрге тең. Ал Б деп отқанымыз, ол ұзындығы, ол 5 сантиметрге тең. Ал 6 сантиметр ол ені С-ға тең. Яғни берілгені А тең 12 сантиметр, Б тең 5 сантиметрге тең болды, С тең 6 сантиметр. Шешімі бізге ең алдымен жазу керек көлемнің формуласы. Яғни көлем В әрпімен жазылады. Оның формуласы А көбейту Б көбейту С-ға тең. В тең бізде А 12-ге тең, Б 5-ге тең, С 6-ға тең. Үшеуін көбейтетін болсақ, 360 сантиметр кубқа тең болады. Кестеге 360 сантиметр куб деп жазамыз. Жауабы 360 сантиметр куб болады. Келесі тапсырма бізге берілген есепті шығарған кезде шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі және көлемі арасындағы тәуелділік туралы білімімді қолданамын. Берілгені қораптың көлемі 270 дециметр, яғни көлемі берілген. Қораптың ұзындығы 10 дециметр, ені 9 дециметр екендігін белгілі, биіктігі нешеге тең деп тұр. Яғни С-ны табуымыз керек. Яғни оның көлемі 270 дециметр деп тұр. Ұзындығы 10 дециметр, ені 9 дециметр бізге табу керек С. Осы жерді табуымыз керек. Енді ең алдымен біз жазамыз көлемдің формасын. А көбейту Б көбейту С-ға тең болады. Осы жерден біз С-ны табатын болсақ, В бөлінген жақшаның ішінде А көбейту Б-ға тең болады. Енді орнына қойып есептейтін болсақ, В 270-ге тең, бөлеміз. А бізде 10-ға тең, Б 9-ға тең. Ортасына жер көбейту болады. Тең 270-ті бөлеміз. 10-ды 9-ға көбейтсек 90-ға тең болады. 270-ті 90-ға бөлетін болсақ 3 дециметр болады. Сонымен мына жер бізде биіктігі 3 дециметрға тең. Жауабы С тең, яғни ұзындығы тең болады. Яғни биіктігі тең болады 9 дециметрге. Келесі тапсырма құрама фигуралардың ауданын қалай табуға болатынына талдау жасай аламын. Фигураның ауданын әртүрлі тәсілмен есепте деп тұр. Яғни бізге берілген А ұзындықтары біріншісі 2 метр, одан кейін 3 метр деп тұр. Яғни жалпы А біріміз бізде 5 метрге тең. Ал А2 деп отқанымыз ол мына жер болып есептелінеді, ол 3 метрға тең болады. Б1 деп отқанымыз 8 метрге тең, ал Б2 деп отқанымыз осының жартысы мына жер, яғни 10 метр. Мына жер жалпы 10 метр болса, одан 8 азайтатын болсақ 2 метрге тең болады. Енді бізге айтып тұр, жалпы ауданын табуымыз керек. Жалпы ауданын табу формасы S1-ді S2-ге қосамыз. Ал S1-дің формасы А1 көбейту Б1-ге тең. Бізде А1 5 метр, Б1 8 метр, екеуін көбейтетін болсақ 41 метр квадрат. Яғни S1 тең болады 40 метр квадратқа. S2-ның формасы А2 көбейту Б2. Яғни 3-ті 2-ге көбейтетін болсақ 6 метр квадрат. Сонда S2 екінші ауданымыз 6 метр квадратқа тең болады. Енді жалпы барлығының ауданын табатын болсақ, S1-ді S2-ге қосамыз, 40-ті 6-ға қосатын болсақ 46 метр квадрат. Сонда жауабымыз S тең 46 метр квадратқа тең болады. Келесі
Көлемді табуға есеп құрастыра аламын. Көлемді табуға арналған есептер құрастыр және шығар деп тұр. Енді өзіміз кез келген мәнді береміз. Мысалы, мен А-ға 5 метр деп жаздым. Б-ға 1 метр болсын, ал С 2 метрге тең болсын. Біз табуымыз керек көлемді. Көлемді табу формуласы А көбейту Б көбейту С-ға тең болады. В тең, бізде А 5 метрға тең, Б деп отқанымыз 1 метрге тең, ал С 2 метрге тең. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 5-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 10 метр кубқа тең болады. Сонда кестеге 10 метр куб деп жазамыз. Жауабы В тең 10 метр кубқа. Келесі тапсырма есептердің шығарылуын дұрыстығын тексере аламын. Тексер, кесте дұрыс толтырылған ба, қатесін түзе деп тұр. Яғни бірінші есепке қарайтын болсақ, бізге берілген А 9 сантиметр, Б 5 сантиметр, С 2 сантиметр, көлемі 90 сантиметр деп тұр. Енді біз алдымен көлемнің формуласын жазамыз. В тең А көбейту Б көбейту С-ға тең болады. Енді есептеп көрейік. В тең, бізде А 9-ға тең, Б 5-ге тең, С 2-ге тең. 9-ды 5-ге көбейтсек 45, 45-ті 2-ге көбейтсек 90 сантиметр кубқа тең болады. Жауапқа қарайтын болсақ, 90 сантиметр, бірақ кубы қалып қойған. Біріншісінің жауабы В тең 90 сантиметр куб болады. Келесі екінші есепке қарайтын болсақ, бізге айтылған А тең 10 метр, Б тең 5 метр деп тұр. 5 метр. С тең 4 метр. Бізде жауабы 20 метр куб деп тұр. Яғни В тең А көбейту Б көбейту С-ға тең. В тең А бізде 10-ға тең. В-мыз 5-ге тең. С 4-ге тең. Енді 10-ды 5-ге көбейтетін болсақ, 50-ге тең, оны 4-ге көбейтсек, 200 метр кубқа тең болады. Жауапқа қарайтын болсақ, 20 метр куб деп тұр, яғни 1 нөлі қалып қойған. Сонымен екіншісінің жауабы көлем тең болады 200 метр кубқа. Сонымен бүгінгі 4-ші сынып аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.